Ол үйінде бірге тұрып жатқан қайын інісімен өсектес болған екен. Бүгінде оның аяғы ауыр. Бірақ баласының кімнен екенін нақты білмейді. Мұнымен қатар, шындықты айтуға да жүрексінетін жеткізді. Сәлем достар, қалайсыздар? Өмірден алынған арнасына қош келдіңіздер. Видеоны бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және кім қай қаладан көріп отырғанын пікірге жаза кетіңіздер. Танысып, білісіп отырайық. Достар, қазіргі үлкен арманым алғашқы 100 000 оқырманға жету. Сондықтан төмендегі жазылу батырмасын басып, маған қолдау көрсетсеңіздер екен. Рахмет достар. Ал біз кеттік достар. Бастаймыз. Амелия терезе алдында тұрып, сырттағы тоқтаусыз жауған жаңбырға қарап тұрды. Оның жүрегінде де дәл осындай сұрғылт, суық күз орнаған еді. Осыдан 1,5 жыл бұрын оның тағдыры бір-ақ күнде кілт өзгерді. Ол кезде Амелия үлкен армандары бар, өмірге құштар жас қыз болатын. Бірақ бәрі бір сәтте тас талқан болды. Оны Итан есімді өзі мүлдем танымайтын жігіт алып қашып кетті. Ол кезде бұл жағдай Амелия үшін үлкен соққы болды. Оның отбасы, туған туыстары, ескі көзбарастардың жетегінде кетіп, барған жеріңде тастай батып судайсым деп, оны кері алып кетуден бас тартты. Амелияның басқа барар жері, басар тауы қалмағандықтан, тағдырдың бұл жазуына көнуге мәжбүр болды. Итан жаман адам емес еді. Ол өте еңбекқор, сабырлы, өз жұмысына жауапты жігіт болатын. Ол жергілікті үлкен нысандардың бірінде күзетші болып жұмыс істейтін. Алайда оның мінезі тым тұйық, сезімдерін сыртқа шығара бермейтін қаталдау болатын. Амелия тұрмысқа шыққан алғашқы күндерден бастап-ақ күйеуімен жақын тіл табыса алмаған сезді. Ол тек жақсы жар, үй шаруасына ұқыпты келін болуға тырысты. Үйді әрқашан тап-таза ұстап, тамақтың дәмдісін пісіріп, өзіне де күтіммен қарайтын. Бірақ мұның бәрі Итан үшін үйреншікті жағдай сияқты көрінетін. Амелияның жаны жалғыздықтан сыздайтын. Ол жас еді. Оған жылылық, еркелік, күйеуінің құшағы мен түн ішіндегі ұзақ сырласулар қажет болатын. Ал Итан болса, үйге тек шаршап келіп, демалуды ғана ойлайтын. Олардың арасындағы суықтық төсек қатынасына да әсер етті. Итанның жұмыс графигі өте ауыр еді. 15 күн бойы жұмыста, нысанда болады. Тек қалған 15 күнде ғана үйге келетін. Бірақ үйге келген күннің өзінде олар үлкен отбасымен бірге тұратындықтан, екеуінің оңаша қалуы мұң болды. Итан әрқашан, үйдегілердің бәрі ұйықтасын, сосын асықпай қосыламыз дейтін. Бірақ үлкендер мен үйдің басқа мүшелері ұйықтағанша, Амелияның өзі де шаршап, көзі ілініп кететін. Осылайша, олардың арасындағы жақындық 3-4 айда бір-ақ рет болатын деңгейге жетті. Амелия бұл мәселені Итанмен ашық сөйлесуге тырысты. Итан, біз ерлі зайыптылар сияқты емеспіз. Мен сені сағынамын. Маған сенің жылылығың керек, деп бірнеше рет ішіндегі мұңын шақты. Итан оның сөздерін тыңдап, басын изейтін. Мен де сені жақсы көремін, Амелия. Мен де бәрін түсінемін, бірақ жұмыстан шаршаймын. Оның үстіне үйде адам көп, ыңғайсыз, деп құрғақ уәдемен құтылатын. Осылайша күндер өтіп жатты. Амелия өзін бұл үйде тек қызметші секілді сезіне бастады. Оны ешкім түсінбейтіндей, оның ішкі жан дүниесі ешкімге керек еместей көрінетін. Ол өзінің жастық шағының, сұлулығының осылай еш мәнсіз өтіп жатқанына іштей жылайтын. Бірақ ол әлі алда не күтіп тұрғанын, тағдырдың қандай ауыр сынақ дайындап қойғанын білмеген еді. Үйдегі жалғыздық пен иленбеген сезімдер оны үлкен қателіктердің шыңырауына жетелеп бара жатты. Сол үлкен шаңырақта Итаннан бөлек, одан 4 жас кіші інісі Оливер де бірге тұратын. Оливер ағасына мүлдем ұқсамайтын. Ол өте ашық, көңілді, адаммен тез тіл табысатын және айналасындағыларға ерекше назар аудара білетін жігіт еді. Амелия үйге келін болып түскеннен бастап, Оливер оған ерекше ілтипатпен қарай бастады. Итан байқамаған ұсақ түйектерді Оливер бірден сезетін. Амелияның қабағы шытылып тұрса, немесе көзінде мұң ұшқыны байқалса, Оливер оны назардан тыс қалдырмайтын. «Жеңгей, бүгін көңіл күйіңіз жоқ қой. Кім сізді ренжітті? Ағам ба?» деп Оливер әрқашан оның жағдайын сұрап, көмектесуге әзір тұратын. Оның бұл қамқорлығы Амелияның шөлдеген жанына су сепкендей әсер ететін. Бастапқыда Амелия бұған тек қайын інісінің сыйластығы, туыстық қамқорлығы деп қарады. Олар бірге шай ішіп, үйде қалғанда түрлі тақырыпта әңгімелесетін. Оливер түрлі әзілдер айтып, Амелияны күлдіретін. Итанмен өткізе алмаған көңілді сәттерді
Амелия байқаусызда Оливердің қасынан таба бастады. Алайда Оливердің көзқарасы уақыт өте келе өзгере бастаған Амелия сезбей қалды. Оливер үшін Амелия кек ағасының әйелі ғана емес, тартымды, нәзік, әрі жалғыздықтан қиналған сұлу әйел ретінде көріне бастады. Ол Амелияның итынан жылылық көрмей жүргенін іштей сезді, және осы сәтті пайдалануды ойлады. Әрбір өткен күн сайын Оливердің Амелияға деген қамқорлығы шектен шығып, еркелетуге, тым жақын келуге ұласты. Амелия бұдан іштей сескенсе де, өзіне деген назарды қимай, қарым-қатынасты үзе алмады. Күндердің бір күнінде итін кезекті жұмысына кетіп, үйдегі үлкендерде сыртқа шығып кеткен болатын. Үйде тек Амелия мен Оливер ғана қалды. Амелия өз бөлмесінде кітап оқып отырған еді. Оның жүрегінде қандай да бір мазасыздық орнады. Сәлден соң бөлменің есігі ақырын ашылып, табалдырықтан Оливер көрінді. Оның көздерінде бұрын соңды болмаған бір құштарлық пен батылдық бар еді. Осы сәттен бастап бәрі өзгерді. Оливер бөлмеге ақырын басып кірді де, есікті артынан жауып қойды. Амелия оның бұл әрекетінен шошып кетіп, орнынан атып тұрды. «Оливер, саған не болды? Мұнда не істеп жүрсің? Кез бөлмеден шық», деді ол, дауысын қаттырақ шығаруға тырысып. Бірақ дауысында қорқыныш пен қобалжу анық сезіліп тұрды. Оливер үндеместен Амелияға жақындай берді. Оның жүзінде ешқандай кінәрат сезімі жоқ еді. Кек көптен бері іште бұғыл жатқан сезімнің жалыны лаулаттырды. «Амелия, мен бұдан былай шыдай алмайын. Сенің қалай қиналатыныңды, ағамның саған қалай суық қарайтынын көріп, жүрегім ауырады. Сен мұндай өмірге лайық емессің», деді де Амелияны құшақтай алды. Амелия оның құшағынан сытылып шықпақ болып, кеудесінен итеріп қарсыласты. «Жоқ, Оливер, жібер мені. Бұл не істегенің? Сен менің қайнымсың. Мен ағамның әйелімін. Бұл күнә, бұл масқара», деп қашпақ болды. Бірақ Оливер одан әлдеқайда күштеді. Ол Амелияның қарсылығына қарамастан оны жібермеді. YouTube ережелеріне сай, бұл сәтте ешқандай ашық сипаттамаларсыз, кек зорлық пен еріксіз көнудің психологиялық ауырлығы орын алды. Амелия өзінің әлсіздігін, бұл үйде оны қорғайтын ешкінің жоқтығын түсініп, көз жасына ерік берді. Оливер өз дегенін жасап бөлмеден шығып кетті. Амелия төсекте жатып ұзақ жылады. Оның үстінен біреу мұздай су құйып жібергендей болды. Жүрегін жиіркеніш, қорқыныш пен өкініш сезімі кернеді. Ол Итанның алдында, бүкіл әулеттің алдында өзін кінәлі сезінді. Бірақ сонымен бірге бұл жағдайға оның ешқандай кінәсі жоқ екенін, оның еркінен тыс болғанын ойлап өзін жұбатқысы келді. Алайда ең сорақысы, ол бұл туралы ешкімге тіс жарып айта алмады. Егер ол бұл шындықты ашса, бұл отбасының ғана емес, өзінің де өмірі тас талқан болатынын білді. Ол осы үлкен құпияны ішіне бүгіп, өмір сүруге мәжбүр болды. Осы оқиғадан кейін арадан 2 ай өтті. Бұл 2 ай Амелия үшін тозақпен тең болды. Ол күн сайын таңертең тұрғанда айнаға қараудан қорқатын, өзін әлемдегі ең бақытсыз және ең лас адамдай сезінетін. Үйге Оливерді көрген сайын денесі түршігіп, одан барымша қашық жүруге тырысты. Ал Оливер болса, ештеңе болмағандай өзін өте сабырлы ұстайтын. Кек кейде екеуі жалғыз қалғанда, оған мағыналы көзқараспен қарап қоятын. Бұл көзқарас Амелияны іштей жегідей жейтін. Итан жұмыстан келгенде Амелия оның көзіне тік қарай алмады. Ол күйеуінің алдында өзін өте кінәлі сезінді. Бірнеше рет ол Итанның алдына барып, «Маған сенің көмегің керек. Мені бұл үйден алып кет, бөлек шығайық», деп айтқысы келді. Алайда Итанның шаршаңқы жүзімен «Бәрі жақсы болады, сәл шыда, ақша жинайық» деген үйреншікті сөздері оның аузына құм құйды. Итан ештеңе сезбеді. Ол өз әйелінің ішкі жан дүниесінде қандай алапат дауыл тұрып жатқанынан мүлдем бейхабар еді. Амелия осы 2 ай ішінде өз-өзін кінәлаумен болды. Неге мен сол күні қаттырақ айғай аламадым? Неге үйден қашып кетпедім? Неге бәрін Итанға бірден айтпадым? Деген сұрақтар оның миын ашытты. Бірақ ол уақытта артқа қайтара алмайтынын жақсы түсінді. Оның үстіне ол Оливерден іштей қорқатын болды. Оливердің кез келген уақытта қайтадан сондай әрекетке баруы мүмкін екендігі оның зәресін ұшырды. Ол үйден шығып, таза ауа жұтып, сәл де болса демалғысы келді. Осы мақсатпен ол бір күні базарға барып, үйге қажетті заттарды сатып алуды жөн көрді.
Ол бұл сапардың оның өміріндегі екінші үлкен қателікке жол ашатынын білмеген еді. Амелия базардан біршама заттар сатып алып, үйге қайтып келді. Ол үйде ата-енесі бар шығар деп ойлаған еді, өйткені олар базарға шығар алдында үйде болатын. Бірақ үйге кіргенде іште ерекше бір тыныштық орнағанын сезді. Ата-енесі оның жоқтығын пайдаланып, көрші ауылдағы ағайындардың үйіне қонаққа кеткен екен. Амелия үйге кіріп, қолындағы ауыр сөмкелерді ас үйге қойды. Дәл осы сәтте ол сыртқы есіктің кілтпен құлыпталған дауысын естіді. Ол артына бұрылғанда есік алдында тұрған Оливерді көрді. Оның қолында үйдің кілті бар еді, және ол есікті ішінен бекітіп үлгерген еді. Амелияның жүрегі кеудесінен шығып кете жаздады. Оливер, есікті аш, мен сыртқа шығуым керек, далада жұмыстарым бар, деді ол қобалжып, сөмкесін қайтадан қолына алып. Оливер ақырын жымиды да, оған қарай жақындай бастады. Жеңгей, неге менен қаша бересің? Ағам үйде жоқ, үлкендер де кетті. Бізге ешкім кедергі жасамайды, деді Оливер, оның сөздерін құлағына да қыстырмай. Амелия бұл жолы қаттырақ қарсыласуға тырысты. Оливерді итеріп айғайламақ болды. Бірақ Оливер оның аузын қолмен жауып, дыбыс шығаруына мүмкіндік бермеді. Оның мықты құшағы Амелияны тағы да дәрменсіз күйге түсірді. YouTube-тың этикалық ережелеріне сәйкес, бұл көріністе тек кейіпкердің ішкі қорқынышы мен еріксіздігі, тағдырдың тәлкегіне түскен әйелдің шарасыздығы бейнеленеді. Амелия бұл жолда қарсылық көрсете алмады. Оның бойындағы қорқыныш пен шарасыздық сезімі басым түсіп, ол тағы да үнсіз қалуға мәжбүр болды. Бұл оқиға оның жанын мүлдем жаралап, өмірге деген үмітін бір жола үзгендей болды. Арадан бірнеше күн өткеннен кейін Итан өзінің 15 күндік ауыр жұмыс ауысымнан үйге оралды. Ол өте шаршаған, бірақ әйелін көргеніне қуанышты еді. Амелия күйеуін қарсы алғанда іштей үлкен қорқыныш пен кінәлілік сезімін бастан кешірді. Ол Итанның жүзіне қарап тұрып, оған бәрін айтып бергісі келді. Итан, маған сенің інін тиісті, ол мені зорлады, деп айтуға оның тілі бармады. Ол егер бұны айтса, екі туған бауырдың арасында қанды қақтығыс болатынын, отбасының абыройы төгілетінін, және кінәлі бәрібір өзі болып шығатынын түсінді. Оның үстіне олардың қоғамдағы орны мен туыстық қатынастары өте тығыз болғандықтан, бұл шындық бәрін құртатын еді. Осылайша Амелия тағы да үнсіз қалды. Итан үйге келген соң, екеуі бірнеше айдан кейін алғаш рет жақын болды. Тәуелсіз есептеулер бойынша, дәл осы күн Амелияның ағзасындағы бала көтеруге ең қолайлы овуляция күніне сәйкес келген еді. Итан бұған өте қуанышты болды. Өйткені ол бұрыннан балалы болуды, әке атануды армандайтын. Ол Амелияны құшақтап, «Амелия, меніңше осы жолы бәрі сәтті болады. Біздің де өз шаңырағымызда бала үні естілетін күн алыс емес», деп үмітпен сөйледі. Бұл сөздер Амелияның жүрегіне қанжар салғандай әсер етті. Ол бір жағынан күйеуінен бала көтеруді өте қатты қаласа, екінші жағынан Оливермен болған жағдайларды ойлап, іштей қатты мазасызданды. Бірақ ол жаман ойларды басынан қууға тырысты. Жоқ, бәрі жақсы болады. Мен Итаннан бала көтерем, ал Оливермен болған жағдай өткен күннің еншісінде қалады, деп өзін өзі жұбатты. Итан үйінде бірнеше күн болып, Амелияға сәл де болса жылылық сыйлағандай болды. Содан кейін ол қайтадан өзінің 15 күндік жұмысына аттанып кетті. Амелия тағы да сол үлкен үйде өз құпиясымен жалғыз қалды. Итан жұмысқа кеткеннен кейін Амелияның өмірі бұрынғыдан да қиындай түсті. Ол енді үйде Оливермен жалғыз қалудан зәре-құты қалмай қорқатын болды. Ол барынша ата-енесінің қасынан ұзамай, үй шаруасымен айналысып, өзін бос ұстамауға тырысты. Бірақ Оливерде өз дегеннен қайтпайтын. Ол кез келген қолайлы сәтті аңдып жүрді. Амелияның қорқынышы оның бойындағы әлсіздікті одан сайын арттыра түсті. Бір күні енем ауылдағы бір шаруаларымен үйден шығып кетті. Ал атасы таңертеңнен бері далада мал шаруашылығымен айналысып жүрген. Үйде тағы да тек Амелия мен Оливер қалды. Амелия бөлмесінде кір жинап жатқанда, Оливер тағы да есікті ашып кірді. Бұл жолы Амелия оған айғайлап жіберді. «Оливер, доғар, жетті енді. Сен менің өмірімді құрттың. Ағаң білсе сені өлтіреді, маған жақындама», деп шегіне берді. Бірақ Оливер оның бұл сөздеріне тек мысқылмен қарады. «Ағам ештеңе білмейді, Амелия. Сен оған айта алмайсың, өйткені қорыққаннан өлбелі тұрсың. Маған қарсыласпа, бәрібір менің дегенім болады», деді де
оны тағы да құшағына алды. Амелияның қарсыласуға ешқандай күші де, ерік-жігері де қалмаған еді. Ол өзін мүлдем жоғалтқандай сезінді. Оливер оны тағы бір мәрте өз еркіне көндірді. Бұл оқиға Амелияның тағдырын бір жола тұйыққа тіреді. Ол өзін тірі өріктей сезініп, бұл үйден де, бұл өмірден де қашып кеткісі келді. Бірақ оның ішінде жаңа бір өмірдің басталып жатқанын ол әлі сезбеген еді. Арадан 2 ай өткенде Амелия өзінің денсаулығында қандай да бір өзгерістер бар екенін байқай бастады. Оның жүрегі айнып, басы айналатынды шығарды. Тамаққа деген тәбеті мүлдем өзгерді. Ол іштей сезді, бірақ бұл ойды өзіне жолатқысы келмеді. Ақыры ол дәрігерге барып тексерілуден өтуді жөн көрді. Тексеріс қорытындысы Амелияның төбесінен жай түсіргендей болды. Ол жүктеді. Мерзімі 2 ай. Дәрігердің «Құттықтаймын, сіз ана боласыз» деген сөзі оның құлағына үлкен қарғық секілді естілді. Ол қуанарында, жыларында білмеді. Дәрігердің бөлмесінен шыққанда оның аяқ-қолы дірілдеп, көз алды қарауытып кетті. Ол аурухананың дәлізіндегі орындыққа отыра кетіп, егіліп жылады. Оның ішіндегі бала кіммен? Итаннан ба, әлде Оливерден бе? Бұл сұрақ оның санасын улай бастады. Ол уақытты есептей бастады. Ол Итанмен де, Оливермен де дәл сол 2 ай бұрынғы кезеңде бірге болған еді. Оның үстіне Оливермен болған соңғы жағдаймен Итанмен болған овуляция күні бір-біріне тым жақын уақытта орын алған. Бұл белгісіздік Амелияны есінен тандыра жаздады. Егер бала Итаннан болса, бұл оның өміріндегі ең үлкен бақыт болар еді. Ал егер бала Оливерден болса ше? Өз күйеуіне туған інісінен бала тауып беру бұл кешірілмес күні. Өмір бойы кеудесін тесетін үлкен масқара еді. Амелия үйге қалай жеткенін өзі де білмей қалды. Ол бөлмесіне кіріп, есікті ішінен іліп алып, төсекке құлады. Оның өмірі енді мүлдем басқа арнаға бұрылды. Ол енді тек өз өмірі үшін ғана емес, ішіндегі бейкүнә сәбидің тағдыры үшін де жауап деді. Уақыт зымырап өтіп жатты. Амелияның жүктілігі біліне бастады. Үйдегілердің бәрі, әсіресе ата-енесі мен Итан, бұл хабарды естігенде қатты қуанды. Итан Амелияға бұрынғыдан да қамқор болып, жұмыстан бос уақытында оның қасынан шықпайтын болды. Ол баланың дүниеге келуін асыға күтіп, балалар бөлмесін қалай жабдықтау керектігін айтып, болашаққа үлкен жоспарлар құрды. Амелия күйеуінің бұл қуанышын көрген сайын іштей қан жылайтын. Ол өзін үлкен өтіріктің ортасында жүргендей сезінді. Ал Оливер болса, бұл хабарды естігенде сырттай қуанған, сынай танытқанмен, Амелиямен оңаша қалғанда оның көзқарасы мүлдем өзгерді. Ол Амелияның ішіндегі бала көзінен болу мүмкін екенін жақсы түсінді. Ол Амелияға жақындап: «Жеңгей, бұл бала менікі болу мүмкін екенін білесің ғой. Егер ол маған ұқсап туылса, не істейсің?» деп оны қорқытып, психологиялық қысым көрсете бастады. Бұл сөздер Амелияны түнде ұйқыдан айырды. Амелия шындықты айту туралы тағы да ойланды. Бірақ ол өз жағдайын саралай келе, мұның ешқандай мүмкіндігі жоқтығын түсінді. Біріншіден, олардың отбасы өте сыйлы, дәстүрлі отбасы болатын. Егер ол бұл шындықты айтса, оған ешкім сенбейтіні анық еді. Сен өзің қайнымды азғырдың деп кінәні өзіне жауып, оны үйден қуып жіберері сөзсіз болатын. Екіншіден, оның өз туған отбасы да оны қабылдамайтын еді, өйткені олар оны баяғыда-ақ өздерінен сызып тастаған. Үшіншіден, олардың Итанмен бөлек шығып кетуге ешқандай қаржылық мүмкіндіктер жоқ еді. Ол толықтай осы отбасына тәуелді болатын. Осылайша құпияның салмағы күннен күнге ауырлап, Амелияны тұншықтыра берді. Бүгінде Амелияның ішіндегі баласы 7 айлық болды. Оның шөлкейіп, босанатын күнде жақындап қалды. Сырттай қарағанда, ол бақытты болашақ ана секілді көрінеді. Үйдегілер оны аялап, ауыр жұмыс істетпейді. Итан оған сыйлықтар әкеліп, үнемі жағдайын сұрайды. Алайда Амелияның ішкі дүниесінде нағыз тозақ орнаған. Ол күн сайын түнде Құдайдан: «Жаратқан ием, жалын абстракт. Бұл бала Итаннан болсыншы. Маған басқа ештеңе керек емес, тек бала күйеуіме ұқсаса екен», деп жалбарынып жылайды. Оның жүрегінде қорқыныш сезімі шевіне жетті. Босану сәті жақындаған сайын, оның мазасыздығы еселеніп жатыр. Ол бала туылғанда оның жүзінен кімнің белгілерін көретінін ойлап қорқады. Егер бала Оливерге ұқсап қалса, бұл құпияны жасыру мүмкін болмайды. Ол өзінің бұл жағдайын ешкімге айта алмай, іштей таусылып бітті. Сондықтан да ол
әйел құпиясы парақшасына өз оқиғасын жасырын түрде жазып, көпшіліктен көмек сұрауды жөн көрді. Мен не істесем екен? Шындықты қазір айтқаным дұрыс па? Әлде бала туылғанша күтейін бе? Менің бұл үйден кететін жерімде барар анам да жоқ. Шындықты айтсам, мені ешкім жақтамайтыны анық. Содан кейін мен бұл өмірде мүлдем жалғыз қалам. Ішімдегі балам қазір 7 айлық болды. Маған ақыл беріңіздерші, менің басқа шарам қалмады, деп Амелия өз сөзін аяқтады. Оның тағдыры әлі де белгісіз, ал алда оны өмірінің ең үлкен сынағы босану және шындықпен бетпе-бет келу сәті күтіп тұрған еді. Оқиға осылайша көрерменді үлкен ой үстінде қалдырып, белгісіз нотада аяқталады.